Ата, өте керемет сөздеріңіз. Әкім Лұқман деген кісі мың жасаған екен балам. Сонда, Әкім Лұқман, 1000 жылдық өміріңізде не үйрендіңіз дегенде айтқан екен жарықтық. Менің 1000 жылдық өмірімде үйренгенім, намазға тұрғанда жүрегіме ие болуды үйрендім депті. Тамаққа тұрғанда қолыма ие болуды үйрендім. Қоғамда тұрғанда тіліме ие болуды үйрендім. Аллахтың құдірет иесі екендігін үйрендім. Өлімнің хақ екендігін үйрендім деген екен. Осы бесеуі шындық, ақиқат. Ақиқаттан адамдар жасқанады, көкірегі көп жұрттың тас қараңғы. Сағыз өмір бір күні үзілгенде нағыз өмір өліммен басталады. Өзіңді өзің алдап жүргеніңде ажал кеп тұтқиылдан басталады. Шырқыратып жаныңды суырғанда жалынғанмен 100 жерден кеш болады. Аяқ асты боп қалар осы күнгі асқақтаған армандар асқарады. Бақыт, байлық, не түрлі құндылықтар жалғыз түйір иманнан пәс болады. Ақыреттің азығын алмағандар ақырында аңырап аш қалады. Пысқырмаған Алланың бұйрығына пысықтардың қалмайды бастабағы. Ерегісіп күнәні жасайтындар құтылмайды жазадан қашса дағы. Тіршілікке құлшылық жасап өткен қорбалар сөзге құлақ аспағаны. Көрге түспей жатып ақ көресін, көргеннен қалмайды оның басқа малы. Бұдан асқан шындық жоқ қақта қалам. Көрсе өтпесін бізге осы масқараны деген екен балам. Мінекей, шындық ақиқат осы. Ата? Бүгін бар, ертең жоқ болар, уақыт бәрін ноқталар. Бесіктен шыққан жолаушы бейітке барып тоқталар дейді. Бәріміз бесіктен шығып кеттік, бейітке бар жатырмыз. Кім қашан барады? Алла біледі. Алла біледі. Туамын деп тумайсың, өлемін деп өлмейсің. Үкіміне Алланың кәне қайсын көнбейсің. Иман ізде бауырлар, тауда болса тас түнгі. Жеркен бесін қара жер, ертерек дей нәпсіңді деген бар балам. Міне, адам мұсылман болып туылғаннан кейін, мұсылман болып жаратылғаннан кейін, мұсылман болып жан тапсыру керек. Алланың аманатын мұсылман күйімізге беруіміз керек біз балам. Күшті. Қазіргі жағдайларымыздың барлығы басқа болып кетті. Алыс беріс, барыс келіс деген болып кетті. Орыстанып қалдық, өзбектеніп қалдық, басқа халықтармен араласып кеттік. Әйтпесе біздің қазақтың салт дәстүріне жететін дәстүр жоқ. Әлемде жоқ ондай дәстүр. Өйткені ер кісі әйелдермен сөйлеспеген. Мен сіздің үйіңізге бардым. Сіздің үйіңізде мына бір қыз жүр. Қыз ба, келін ба, мен қалай ажыратамын осыны? Жүрген жүрісі жақсы, тірлігі жақсы, дастархан жайып жүр, үй таза, тірліктің бәрін істеп жатыр. Ал енді осы қыз ба, келін ба? Ажыратуым керек мен. Балам, сен осы үйдің қызысың ба, келінсің бе деп сұрауға правам жоқ. Ер кісі әйелдермен сөйлеспейді. Сондағы қыз бен әйелдің ажырымы қандай болады? Өтірік айтасың. Қыз бен әйелдің ажырымы қандай болады? Бұрымында болады балам. Бұрымында болады. Қыз шашында болады. Шашы бір бұрым болады. Бұрым деп мынаны айтады. Шашты өріп қойғанды бұрым дейді балам. Сол бұрым бір бұрым болады. Қыздың бұрымы біреу болады. Мен қарайым, осы үйдің қыз екеніне көзім жетті. Сонан кейін құлағына қарайым. Құлағында сырғасы жоқ. Мен енді бұл қыздың әкесіне сөз айтамын. Мына қызыңды мен балама бер, екеуміз құда болайық. Ол кемпірмен сөйлеседі, кемпірі қызымен сөйлеседі. Келіссе мақұл дейді. Мен келіп, құда түсіп, құлағына сырға сап кетемін. Менен кейін анау келеді. Полковник. О да көреді, оған да ұнап тұрсын. Бірақ құлағында сырғасы бар. Есмет бар. Сырғасы болғасын, ол сөз айта алуға правасы жоқ. Права жоқ онда. Күндердің күнінде әкең ұзатады қызды. Той жасап, мен келін қып түсірем. Некесін қиып, шымылдыққа жатқан күні азанда тұрғанда бұрымды тарқат жібереді. Бір бұрымды тарқатады да, қос бұрым қылып өреді. Бұл қосағым бар деген сөз.
Men bası baylы осы үйдің келінімін. Менің қосағым бар деген сөз, қосбұрым. Ал енді Құдай дүниеге қосағы болғаннан кейін дүниеге ұл әкеледі, қыз әкеледі. Ұл мен қыздың ажырымы балам мынау қолда білезікте болады. Bir ұлың болса bir білезік, 5 ұлың болса 5 білезік, 10 ұлың болса 10 қолыңда 10 білезік болу керек. Содан көремді, 10 ұлы бар екен. Сол қолын көрем, 5 қызы бар екен. Ой, пашота міне. Қазақтың салт дәстүрі осындай. Жаңағы құс 2 туылады дегенді айтып жіберіңізші, сол да керемет сөз екен. Мысалға, өмірде қызық көп қой ұғынғанға таң қаласың құс 2 туылғанда дейді. Құс 2 туылама балам. Кімге айтсаң да бір-ақ туылады дейді. Негізінде құс 2 мәрте туылады екен. Бірінде жұмыртқа болып туылады, екіншісінде палапан болып шығады екен. Өмірде қызық көп қой ұғынғанға таң қаласың құс 2 туылғанда. Адамда дүниеге 2 келеді. Адам 2 келеді ме? Бір-ақ келеді ғой. Адамда дүниеге 2 келеді. Екінші шайтаға жығылғанда. Құдайға құлшылыққа жығылғанда барып адам болады екен. Оған дейін надан екенбіз ғой. Күшті. Керемет. Мен өтірік айтып отырған жоқ, маған қатты қарады. Шыным. Шындығы осы. Рас па? Рас екен. Ең болмаса шыққанша рас деші.